кейін ананы оқиғаны айтқан кезде жылап тұрып ана кісі. Мен кәдімгі ет жүрегім езіліп, біздің тарихымыз тек жеңілістерден тұрады екен ғой. Бірақ деді, осы желтоқсанды түсіргені үшін түрмеге жабатын болса, камераға сенімен бірге отыруға уәде беремін деді. Басқарушы билік өзінің қалауына қарсы икеміне келмейтін оқиғаларды, адамдарды, тақырыптарды көп насихаттай бермейді ғой. Үшіншісі алды басымнан шақ еткізіп тақиям ұшып кетті. Қазіргі блогердің бәрі жиналып алғанда оқ жоқ, пулеметқа бүйтіп жүргендер ғой. Мен деп. Шалшық шашырап жатыр, ана қырылжалау быт-шыт шығып жатыр. Суретте дірілдеп. Енді осындай киноны біз қабылдамасақ, несіне отырмыз мына жерде? Әкел бер деді. Ал жаңа кадрларды біз қайдан көре аламыз? Назарбаевтың қазақ халқына жасаған геноциді деген кітап жазды. Сол кезде мысалы Әркен Уақпен бірге сабақ берген Нинель Фокина деген апамыз болды. Бұл кісі дүние салардың кезде өз балаларына айтты, ешкімді бір дабыра қылып айтпай, мені көме салыңдар деген. Азамат Жакыбаевты жаңағы Хасен Қожахметті кәдімгі ажалдың аузына барғандар ғой. Брежнев больницалары жабылған кезде бір жылда 1 миллионға жуық адам босатқан ғой. Алла жар фильмі туралы. Ол жердегі кадрлар кейін жасалған кадрлар ма, жоқ әлде сол желтоқсан оқиғасы болып жатқан кезде түсірілген кадрлар ма? Назарбаевты батырып көрсету керек. Иә, кері қайтарған парағым дедім. Сол кешірім сұрағанда арағым дедім. Мә дедім. Ол қорқты қазақ фильмде ана архивте оның бәрін өртеп жібереді деп. Асанәлі Әшімовтің жаңағы қол қойылған деген бір даулы ақпараттар бар осы жайлы. Бірақ мен де осы Досқан ағаның өзінің аузынан естімеппін осынша. Совет үкіметі құрылғаннан бастап тарихта өзінің жаңағы одақтас дейді, бірақ одақ емес, өзінің колониясындағы елдерді сол азаптаумен келді ғой, 91 жылға дейін жалғасты. Қалай ойлайсыздар? Тура сол 16 желтоқсанда біздің тәуелсіздік күнімен және сол 86 жылғы желтоқсан оқиға екеуінің бір датада. Кремльмен шайқасу оңай ғой. Мәскеумен алыстан тұрып. Қатыспаған кісілердің өзі қатыстым деп справка жасап. Қалла деді, тыныш ұйықтай жүрсің ба? Ұйықтай берсең не болады? Тәуелсіздіктен бұрын неге жаңа жылдың шыршасын қоясыңдар, неге безендіресіңдер деген тағы бір қоғамда дау болып кетеді, иә? Баяғы Мұстафа Шоқайды өлтіруге барған разведчик. Қазірде күрек тығып қалсаң сүйек шығады. Бір халықтың оянуы, халықтың өзінің бір хақысын сұрауы деген сияқты нәрсені бұлар халыққа қимайды. Және Міржақып Дулатұлының бас сүйегі ұстадым, иә? Содан алып ана жерге бүйтіп қойған кезде бар жаға жырады. Желтоқсан, Жаңаөзен және Қаңтар. Үшеуіндегі бір ұқсастықтар мен айырмашылықтар қандай? Ассалаумағалейкум, армысыздар, қадірлі көрермендер. Жақында тәуелсіздік күні қарсаңында біз желтоқсан тақырыбын көтерсек деп отырмыз, және бүгінгі подкастымыздың қонақтары документалист, режиссер Халила Омаров ағамыз, қош келдіңіз аға, және Қанат Тілеухан ағамыз, жазушы, журналист. Бұл кісі документалист, көптеген фильмдер, деректі фильмдер түсіріп жүрді. Халила аға, мен 2012 жылдары ауылда осы интернет қостырған бір оқушы балалардың бірі едім. Сол кезде YouTube-ты ашып, бір қазақылыққа, алаш деген тақырыпты сіздің деректі фильмдеріңізді көріп, ойым түбегейлі өзгеріп, сол кезден бастап сіздің бір шығармашылығыңызбен таныс едім. Сізді сырттан, алыстан болсын құрметтеп жүретінмін ерекше. Өйткені фильмдеріңіз шынымен маған қатты ұнаған, ойымның көп өзгеруіне әсер еткен. Енді Қанат аға, қалаға келуіме, жазушылыққа қадам басуыма бірден бір септігіңізді тигізіңізді. Сондықтан бүгінгі біздің подкастымыз еркін форматта жақсы бір айтылған ойларымыз, бір көңілде қаларлықтай ойларыңызда жүрген бір барынша айтқыңыз келген сөздер ашылады деп ойлаймын. Мен қоятын сұрақтардан тыс өздеріңіз айта берсеңіздер болады. Мынау жалпы басқарушы билік өзінің қалауына қарсы икеміне келмейтін оқиғаларды, адамдарды, тақырыптарды көп насихаттай бермейді ғой. Сондықтан да біз білмейтін желтоқсанға қатысты оқиға және тұлғалар туралы айтсақ, сол туралы әңгімелессек деп отырмыз. Және Халил аға, сіздің бір жақсы мақалы бар екен, жақсы көретін, шың жоқ тау болса да, шын жоқ дау болмайды дейді. Сол үлкен дау, үлкен әңгімелер болды, соның бір шындығына кіріссек, иә? Сіз желтоқсан оқиғасы деп ресми айтамыз ғой, сол болған кезде қай жақта болдыңыз және қалай қабылдадыңыз? Мен Ленинградта 8 жыл болып, Жаңақорғанға келдім. Әке-шешем
Олар мені Алматыға бір жібермей қойды. Жібермек орыс болып кететін түрің бар. Қатын ал, содан кейін барасың деді. Сонымен алдында үйленіп жеңгелеріңе. Сөйтіп жүрген кезде жаңағы желтоқсанның оқиғасының неден радиодан тыңдадым. Кішкентай 5 рубль радио болатын еді ғой. Ойбай, наркомандар анан бәрі қиратып жатыр деп, сосын дереу бардым да Голос Американы қостым. Бар ғой радиоприемник. Сөйтіп солар айтты бірінші. Осындай жастар шығып, осындай болып жатыр деп. Сыртта жүріп естідім солай. Сіз қайда болдыңыз ол кезде? Ой, мен ол кезде баламын ғой. Мен ең алғаш бәлкім қалай естігенімді айтқан дұрыс шығар. Осы оқиға туралы. Біз зиялы дегендерді көп айтамыз. Қазір ойлап отырсам, біздің сол кезде мектептің директоры болған. Алғашқы әскери дайындықтан беретін кісі болатын. Алғымар Ыдырысов деген ағамыз. Сол кісі, қателеспесем, біз 7-8 сынып оқып жүрген кезде сол желтоқсан оқиғасына орай бір кеш өткізді. Сонда күнделікті өзімізге сабақ беріп жүретін Тұрсынғали деген ағайымыз сурет пәнінен беретін, сол кісі желтоқсанға қатысқан екен. Содан кейін өзіміздің класс жетекшіміз Айгүл Құмарбекқызы деген апайымыз болды, география сабағынан берген. Қазақы жолмен жеңгеміз болып келеді. Тілін алмаймыз, тентектік жасаймыз. Сол екі кісі желтоқсан оқиғасы туралы айтты. Ана Айгүл апайымыз жылады кәдімгідей. Сол кезде бір сол оқиға мен өмір бақи есімде қалып қалды. Сол Нешінші сыныпта? Қателеспесем 7 әлде 8. Сол кезде екеуі кәдімгідей әңгімелеген кезде Айгүл апайымыз енді бұл 90-шы жылдардың басы әлі ұзап жаңағы оқиға бір олар бір саяси бағасын алып, бір қазіргідей бір насихатталып, бір азаттықтың алғашқы қарлығаштары сияқты болып айтылмаған адамдар. Сол кезде ана апайымыз қатты жылап сол оқиғаны айтты. Сонда қазір ойлап отырсам, бізді бір бала демей, осылар не біледі демей, сол Алғымар ағамыз кәдімгідей өзі 9 класстық мектеп қой, кішкентай ғана. Осы оқиғаны бізге түсіндіріп, бұл кәдімгідей бір қазақтың бір сілкінгені ма, бұлқынғаны ма, қазақтың бір оянуы ма, бас көтеруі деген сияқты осындай әңгімелер айтты. Бұл жерде бар ғой, сол оқиғаның қасірет қой енді, соның тікелей куәгерлері, қатысушылары жас ұрпақпен кездесіп тұр ғой. Яғни түп нұсқасынан көріп тұр да, анау ақын жазушылар емес, кәдімгі қып-қызыл сөзбен шешеніп кетеді. Куәгер кәдімгі. Күнде көріп жүрген адам ашылды да. Бұл адамға үлкен әсер береді. Шында да мен таң қалдым да, Айгүл апайымызды мысалы. Мен қазір көріп отырсаң қайсыз жасымыз жылатып ана кісіні. Неше түрлі жасаймыз ғой, бұзық жаңағы класспен. Кейін ананы оқиғаны айтқан кезде жылап тұрып ана кісі. Мен кәдімгі ет жүрегім езіліп. Содан кейін жаңағы Алғымар деген ағамыз бір сұмдық ғажап адам еді. Кенесары туралы айтатын ғой бізге. Кенесарының өлімі туралы. Сонда мен ойлайтын, батырлығы, біздің тарихымыз тек жеңілістерден тұрады екен ғой деп сондай бір күйде болатынбыз бала кезде, сондай бір әсерлер. Сіз содан кейін қанша уақыттан кейін Алматыға келдіңіз? Сол 87 жылы мартта мен Жаңақорғанда халық театрында рөл ойнап жүрміз ғой енді. Бір үзім нан деген спектакль қойылды. Әмір Мәжитов деген менің әкем ағалары ғой енді. Сол режиссер. Негізі біздің әулеттің бәрі ишандар, молдалар ғой. Содан бірінші сыртқа шыққан мен ғой. Сондықтан жаңағы орыстың рөлін берді маған. Ленинградта жүрген Иван Хлебник. Соны Алматыға келдім. Өмірімде бірінші Алматыны көру. Мен енді Москва, Ленинград, жан-жақтың бәрін көріп тастағам, Таллиннен бәрін. Тақиям бар басымда. Қара тақия. Соны кел, сосын енді спектакль қойып, әуезов театрында гран-при жеңіп алдық. Театр көктемінде.
халық театры ғой. Халық театры ғой, бірақ әуезов театрында қойылды. Ана режиссерімізді істемеген бәлеміз жоқ, мен қашып кете берем. Ол премьера болса да қашып кетем. Қай жерде бір қария бар десе, әңгіме айтатын. Мен соған кетіп қаламын. Қай жақта болсын бәрібір. Сол жылап тұр ол. Гран-приді алған кезде, айтылған кезде жаңағы. Сөйтіп Алматыға келген бірінші, содан жудық енді. Сол ресторанның несінде дәретханасына бардым енді. Үшінкіре бағам, екі құлақта кіріп барсам, енді бір қазақ еместер тұр екен. Мен өзім Ресейде емін-еркін жүрген адам ғой, қайдан білейін. Орталарын өтіп бара жатырым. Біреу, мынау қандай не деп, біреу бірдеңе деп қалды. Тағы біреу біреуле деді. Үшінші алды басымнан шақ еткізіп, тақияма ұшып кетті. Тақия жатыр не? Еңкейіп ала берейін деп едім. Жаңағы, бұлай итерді біреу бүйтіп, уже жаңағыдай не алайын деп жатыр енді соған. Кіші дәретін жасайын деп жатыр. Енді бар ғой, өмірімде мен енді Ленин ұлы көсемімізде өскен адамын ғой. Москва болсын, Ленинградта да қыздар шығарсан, түнгі сағат 3-те де жүре бересің. Ол жақ тыныш болатын ол кезде. Ол тұрып сасып қалды мен, қалай болар деп. Сөйтем әйтеу бір ішінде біреу кәріспа бірдеңе әйтеу. Бәрі орыс тілдер ғой енді. Анау тұрды да тоқтаңдар деді, тақиямды алып кесті мені шығарып жүрді. Аналар сөйтсем, оларда мынандай нәрсе сезім бар екен да, біз қазақты орнына қойдық деп, біз қазақты, енді орыс әлемінің несі ғой, біз қазақты орнына қойдық, болды, енді бұлар енді деген. Сол кезде мен шығып жаңағы, анау бұқаға қызыл жалау киген сияқты бұзып жарып өткенсіз ғой. Мен енді тақия мен түрім өргендей, сонда көрдім мен желтоқсанның өмірде қандай не бұл. Ал енді жұрттың бәрі сол кезде ұлттық қауіпсіздік комитетінің нелеріне барып жауап беріп жатқан кез. Бәрі-бірінен бір қашып жүрген кез. Міне мен Алматыға енді бірінші көргенім желтоқсан бетпе-бет. Мынау жалпы желтоқсан туралы біз кадрларды енді сіздер сияқты сол қатысқан кісілердің өз аузынан естімесек те бейнелеуін. Біз телеарналардан Аллажар деген фильм болды. Қалдыбай Айбеновтың. Сол кісінің фильмінен үзіндісін көріп жүрдік. Осы сияқты желтоқсан өнерде, кинода, мәдениетте қалай көрініс тапты? Сізде енді сол телевидениеде жүрдіңіз ғой. Енді бірінші шыққан желтоқсан туралы жасаған адамдар, енді бұлар биліктің пропагандистері ғой. Сыздықов деген бізде Еркін болу, ұмытпасам, режиссер болды, орыс тілді. Сол желтоқсаншылар барып тұрған наркомандар деп кино шығарды. Ол телевизиядан беріліп жатыр. Сондай бағытта жасалынып жатыр. Сосын мен бір күні студияға келдім. Ең жас режиссерім, 500 адам жұмыс істейтін қазақ телефильм студиясында Кәрім Танаев деген директорым бар. Сол келді, өте қатал адам. Қазақ режиссерларды шақыр деп бұйрық берген ғой. 16 ма 17 адам бар екенбіз режиссерлар. Қазақ фильмде? Қазақ телефильмде. Қазақ телефильм деген студия болған. Соны үлкендері бар, халық әртісі Тұраш Ибраев деген. Тахауи Ақтановтың баласы бар, Нұрлан Ақтанов деген. Мына Ақтөбеден Аймұхан деген, Аймұхан Қарабалин деген. Сосын кім бар тағы? Жанында жаңағы бар енді. Тілеген Ахметов деген, қазір Шәмшіні қалдырған, тарихта қалдырған режиссер бар. Тағым бар, Арман Қарабаев деген бар. Тағым бар. Осындай жиналдық. Ең шетінде отырмын. Есіктің аузындағы орындықта. Бұл қатарлап болды. Содан бір кезде айтты. Мұхтар Шаханов деді, комиссия құрып, қазір парламенттің несінде сонда жоғарғы кеңесте ме айтып, артынан кіресін. Желтоқсан оқиғасына қатысқан жастарға қиянат жасаған адамдарды шақырып шетінен
допрос жасап жатыр деді. Енді сұхбат дегенге келмес, допрос қой, не қалай болды, не істедің, тергеп жатыр, иә. Осыны түсіру керек деді. Осыны деді, бұйрық, ресми түрде бұйрық бере алмаймын, бірақ пленка, камера, машина берем деді. Бензин пул берем деді да. Ресми бере алмаймын деді. Кім істейді деді. Сосын жаңағы бәр шетінен, ой, мен ана киноның проблемасы, ана менің кином. Бәр шығып кет, жалғыз өзім қалдым. 90-шы жыл ғой енді, 91 мекен, 90 болу. 90-шы жыл. Сосын мен есін аузында отырмын ғой. Кәрім аға дедім. Енді Кәрім аға, мен оған бір Золушка сияқтымын. Сол ауылдан келген кезде сол кісі мені қабылдады. И сөйтіп, режиссер қылып кино берді ғой. Таушен шықты. Мәриям Кәкімжанова шықты. Енді мен Замана шеру деген киноны түсіріп жатқам сол кезде. Жаңа оқиға болатын кезде. Замана шеру, Рысбек Ахметов деген бір атақты мүсінші болды да. Таңбалы тастан желтоқсанға дейінгі әр кезеңге оның жасаған шығармашылықтары өзі баласы жасаған. Мен сол бойынша анан Замана шеру деп алып шықтым да. Сөйтіп Кәрім аға дедім, менде еш нәрсе жоқ дедім. Үй жоқ, атақ жоқ, тағы не? Ештеңе жоқ менде. Барам түсірем дедім. Жоғалтатын ештеңе жоқ дедім. Жоқ, анау. Бар ғой бір сөз, пролетариату нечего терять, кроме булыжника деген. Мен айттым, мен бәрібір дедім. Сөйтсем, бергел деді. Ана отырғызды. Өзі қасыма келіп отырды. Қалла деді. Мен саған деді, атақ әперем, пәтер әперем. Немене жаңа, ошым анау мұны әперем деп айтамаймын деді мен саған. Бірақ деді, осы желтоқсанды түсіргенің үшін түрмеге жабатын болса, камераға сенімен бірге отыруға уәде берем деді. Бірге көтерем деді, не көресің содан деді. Сөйтті да, Мұхтар Қазбандады Шахановқа. Қазір барады деді. Барды Мұхтар Шаханов. Осының жартысында бөлме. Біреуден Кәрім жіберттен, кел деді. Міне осындай қазір деді, тергеп жатырмыз деді. Шетінен шақырып. Генералдар болсын, басқа болсын. Әйтеуір сол кездегі кім осы? Қарадым. Сосын айттым. Менің камерам дедім. Конус деген. Үлкен мынандай. Моторын дауыс шығады. Оны мен көрпеге орап қоямын. Оператор оның ішінде тұрады. Награ деген магнитофон бар. Мынандай үлкен. Оның микрофон мынандай. Нерде шығып тұрады былайынан алтында. Одан кейін мен мына үлкен Марс деген светтер бар, жарықтар. Олар былай қойып тастаймын мына жерге. Сондай ток-шоуға келіп саған ол ана қазақтың қыздарының шашынан жұлып тұр, сабадым деп айтама, кім айтады дедім де. Енді істейміз дедім. Бүйтіп түсіре алмаймыз дедім. Сағат ашынбайып та дедім. Видеокамера бар дедім. Перденің арасында тұрады да, кішкентай жерде сыңылау қойып камера, объектив шығарады да, дауысты да жазады, свет те керек емес, сол түсіреді дедім. Болды деді. Содан келдім, Кәрімге келіп айттым, түсіре алмаймын дедім. Болды, Мұхтар Шаханов айтты деді. Сөйтіп, келіп алып ойлаймын ғой, енді бұны қалай? Кино түсіріп жатырмын. Анау таңбалы тастағы, мына жылқының үстіндегі қазақтың суреті тұр ғой, ол күн боп тұр. Қараш, сонда мен аны мүсіншіге айтам ғой, сен деймін да, қолың сондай алтын, ол сөйлей алмайды, Рысбек мінез сондай. Мен айтам, мінеден біздің дүние танымымыздың, түркілік танымымыздың түбі осы адамда. Яғни, тұлға деген не? Тұлға деген өзінің халқына, ұлтына, соның ұлттық мүддесі жолында өмір сүрген. Сол үшін құрбандыққа шалынса да, басқа қылса да осы. Бұдан басқа жол жоқ. Ұлт үшін, қызмет үшін. Сөйтіп содан алдын алып келе жатырмын. Сосын қарасам,
желтоқсан кезінде оны жұмыстан шығарып жібереді. Оның ұлы ғалым деген. Оны сабақтан шығарып жіберген. Қызын да не жасаған. Сонда жаңа ғалым мынандай не жасап миниатюрный, ортада Мұхтар Шаханов пен Олжас Сүлейменов тұр. Кәдімгі көздері жанып, еді оны. Соның екеуі былай. Соны жастар қоршап алған. Жастар кәдімгі қоршап алып, соны тыңдап, соған яп тұр. Олардың сыртында оларға жаңағы сапер дейміз ғой. Мынандай. Сонымен күрекпен ұрып атыр. Жаңағы иттер арсылдап тұр. Сондай композицияны алдымда мына ненің Алматының бір әдемі жеріне апарып, ананы қойып, анандай объективтер бар, арнайы. Сонымен бір түсірген кезде анау үлкен монументальный жаңағы дүние болып шығады. Қала оянып жатыр. Анау ол кезде желтоқсандардың бәрі әлі түрмеде отыр. Мен жаңағыдай сосын енді Балтабай Иманбаев деген, ана оператор Мұстапа Өсер. Балтабайға айттым, ассистентім ғой. Бар, тауып кел. Маған бір сөзбен айтамаймын, дикторлық текстпен айтамаймын нені. Мына оқиға болды деп, осылай қазақ қырды деп. Маған табиғаттың несі арқылы берілген не керек? Табиғаттың тілімен. Сонымен желтоқсан желі деген шығып как раз сол кезде. Кім? Әбербек тап келді. Тараздан барып. Содан Әбербектің әнін тыңдадым. Желтоқсан желі. Енді ол балтамен, мақтамен бауыздаудың нағыз. Маған керек образ беріп тұр. Анау скульптура тұр. Содан кімді алдымда әлі орталық комитеттің төбесінде әлі қызыл жалау тұр о кезде. Неде алаңға келіп, ана суретшіні Рысбекті, мынандай көн бар ғой, содан бетіне байлап алған ленті, кожаныйды. Өзі шаш былай, кәдімгі художник қой енді. Бұл қарап тұр. Сосын анау тұр. Сосын олардың мастерскойынан бір құс тауып алдым. Құс былай ұшып келе жатқан құс. Оны алдымда апарып төңкеріп қойдым. Жастардың несі, сөйтіп алаңда шалшық су бар екен. Сол жердің қасына әкеп, ананы қойдым. Былай, шалқайтып. Төбеде қызыл жалау желбіреп тұр. Одан төмен түсіп кейін кезде шалшыққа келеді. Шалшықта ана жалау төмен қарап тұр. Одан кейін панорама жасаған кезде жаңағы құс жатыр бейді. Одан кейін мына жаңағы суретші қарап тұр. Осындай образда, соны 1-2-3 репетиция жасап, бет операторден деп жүрем ғой. Сөйтіп жаңағы келе жатыр, қызыл жалауға келді, төмен тұрған. Дәл сол кезде Құдай айдап бір взвод солдат келді. Дәл сол жерден жаңағы керзі етіктерімен сарт кетіп жатыр да, ананы басады, шашырайды, ананы неғылады. Шалшық шашырап жатыр, ана қызыл жалау быт-шыт шығып жатыр. Суретте дірілдеп. Ана құсқа да шашырап жатқан шығар. Сөйтіп панорама жасап алып келдім. Сөйтімде желтоқсанды жібердім. Жаңа ғана скульптура бар ғой енді, мынандай монументальный. Оны қойып қойдым. Сөйтіп әйтеуір алып шықтым. Киноны әкеліп мемлекет тапсырыс бар ғой бізден. Кім келді? Сағат Ашынбаев келді. Крылов деген зам пред бар еді. Ол келді. Бәрі толып отыр. Бір кезде біреу айқайлады. Жаңағы жер кеңген. Лауреатский кадр деп. Сосын бір кезде кино бітті. Үндемей отыр. Үнсіздік. Сосын сағат маған бітеп қарап тұрды. Бер келді. Сөйтіп Крылов тұрды. Анау деді, нағыз шовинистік не? Орыстарды жамандап түсірген кадр, орыстарды. Қабылдамайын бұл киноны деді. Или ана қырып тастасын деді. Сосын ана сағат тұрды.
сен орысты қайдан көрдің деді. Мүмкін ол қазақтар шығар. Мен тек керзіп етіп көрсеткен ғой. Қараса анаған қабылдап тұр да. Орыстарды деп сөйледі. Сосын сағат тұрды айтты. Мен енді Иван Дурачок деген бар ғой. Қазақша білмеймін. Мақау ма бір несі шығар. Мен өтірік мақау бола салдым. Мен сол нені түсіргем енді желтоқсанды жаңағыдай оқиға андай ешқандай мен өрде смысл сап тұрған жоқпын. Ешқандай мен партияға қарсы емеспін дедім ғой енді. Жаңа ештеңе алмаймын мен дедім. Қырқпаймын дедім. Сөйтіп сағат тұрды айтты. Мына режиссер деді, өзінің көзқарасымен қалай қабылдайды, соны түсіріп әкеп тұр алдымызға. Енді осындай киноны біз қабылдамасақ, несіне отырмыз мына жерде? Әкел бер деді госактыны. Мен кварталдың ең соңғы күні соңғы сағатын апарып кино көрсетем ғой. Сол жерде ішіне 40 та үлгермейді. Уже қабылдамаса, адам 500 адам премиядан қағылады. Мен соны специально істеймін соны. Өйткені бір күн бұрын апарсаң бар ғой, ана жерде ананы аптыса, мынаны аптыса, мә деп істемейтіндер жоқ. Содан сағат 6-та қолды қойды, приемный неге. Сосын Крылов қойды, мә қой деді, қоймасаң кет деді. Мен бір жет көрдім, ана кісінің бар ғой, ашуланғанда кәдімгідей несін бәрі бүйтіп кетеді екен дүрілдеп. Сөйтті де қойдырды. Сөйтіп ол кино шықты. Қай жылы? 90 жылы мартта шықты. Екінші кварталда ма? Яғни жаңағы пропагандалық аналар жасап жатыр. Сол кезде параллель мен кином шықты ғой. Сөйтіп кәдімгі бұрқыта қалды. Версия деген бір кино шықты. Сол версия жаңағы кімдікі ғой? Сыздықовтікі, Еркін Сыздықов. Одан кейін кімнің несі? Ішінде кімнің кадры болды ғой? Хасен Қожахметтің. Есіңізде ма? Ана Азамат деген әнді айтып отырады ғой, түрмеге кіріп түсіреді. Түрмеге кіріп түсіреді сол кадрды. Ана кісі жап-жас Хасен Қожахмет. Жанып тұрған кезі ғой. Мен Болатхан Тайжанның архивінен көріп сол кадрларды кейін таппай қойдым. Ана флешка болды да көп болып кетті. Бірақ анау бір керемет кадр болатын да сол фильм, сол ана кім Хасен ағаның жас кез, жанып тұрған кез ана отырып жаңағы несін береді, сұхбатын береді. Ал жаңағы кадрларды біз қайдан көре аламыз? Қазір ол киноны содан кейін жоғалтып алдым. Мұхаммед Салық Бабажанов туралы кином бар еді. Ресей патшалық Ресейдің қазаққа жасаған қиянаттарын символдық түрде ашып берген. Ол фильмде жоғалды. Сосын Махаббат қызық мол жылдар деген Әзілхан Нұршайықов туралы түсіріп едім. Ол фильм жоқ. Ошын бір 4 кином неден архивтен жоғалды. Сосын мен жазып жүрдім Фейсбукте. Архивте өлтірілген киноларым деп. Енді жоқ. Сонымен жақында Қазақ телефильм білесің ғой, соңғы директорымыз аңда жүріп қайтыс болды. Өзін өзі атып алды деген версиямен. Телефильмнің жері сатылып кетті. Бүкіл архивім бар еді, нелерім бар еді, бәрін бульдозермен тегістеп тұрып, төбе жүр ғой. Сөйтіп жерге элитный үй сап тастады. Енді біздің архивіміз бар еді. Соның бәрін не бір өсектер шығады ғой енді. Жаңағы Ильяс Исқақов деген сол кезде директор болды. Ол бәрін сатып жіберді деп сыртынан сөйтіп айтылып жүрді. Соны жақында балам, Мұхтар деген балам айтсам, алтын қордан жаңағы киноларым тұр. Жоқ еді ғой, қанша іздедім ғой десем, ана архивтің бәрін дейді, 2 КамАЗға дейді, өзіміз тиеп дейді, кейін Ілиясты кездестірдім ғой. Неге өткізіпті архивке? Содан кейін олар жайлап, оны негативтен қайттан печатка жасап шығарып жатыр екен. Соның ішінде жаңағы заманауи шеру шықты. Мен алдымда жаңағы өзімнің Калила фильм деген ютубта каналым бар. Соған қойып қойдым. Сол жақтан көре аласыздар, егер қызықсаңыздар, толығырақ нұсқасын білем десеңіздер. Ана мысалы желтоқсан оқиғасы қаһармандарда шығарды ғой. Жастар шықты. Бірақ кейін Әркен Уақ деген ағамыз болды.
Ол кісіні желтоқсан оқиғасын ұйымдастырушылардың бірі деп 8 жылға анау Магаданға соттап жіберді. Өзі геолог ғалым болатын. Қайрат Рысқұлбеков оқыған институтта сабақ берді ол кісі. Ол кісі бірақ өзінің кінәсін мойындаған жоқ. Ақтап шығаруын талап етті. Рақымшылыққа мен келіспеймін деді. Сондай бір қайсар диссидент. Кейін Назарбаевтың қазақ халқына жасаған геноциді деген кітап жазды. Ол кісінің өзінше деректері бар. Жаңағы желтоқсан оқиғасында біз мысалы 4 адамды ғана айтып жүрміз ғой. Қайрат, Ләззат, Сәбира, Ерболды. Ол кісінің дерегі бойынша аз жастар қырылмаған. 1000-ға жеткізеді ғой деймін шамамен ол кісі. Мысалы сондай адамдар да қазір бізде желтоқсан оқиғасы деген кезде бір айтылу керек сияқты. Әрине. Соның құрбаны болған. Содан кейін осы желтоқсан оқиғасы туралы әңгіме айтқан кезде мысалы сол ситуацияда адамдардың да бейнесі ашылды. Сатқындар, жағымпаздар, ойнап кеткендер. Сол кезде Әркен ағаны үстінен өзінің жаңағы бірге істеп жүрген әріптестері арыз жазып, ұлтшыл деп. Ол кісі сол кезден де орыс тілінен береді сабақ бәрі. Бірақ енді ауылдың балаларына өзі қазақ тілін білгеннен кейін қазақша сабақ түсіндіре береді екен. Мысалы содан ілік тауып, Әркен ұлтшыл еді, қазақша жүргізеді, орысша сабақ айтпайтын деген сияқты. Сол кезде осындай бір жазалау машинасы іске қосылған кезде бізде құқық қорғаушылардың мектебі де ақырындап қалыптаса бастады. Ерікті түрде, иә. Жаңағы оқиғаларға байланысты ғой, оқиғалардың желісі бойынша. Сол кезде мысалы Әркен уақпен бірге сабақ берген Нинель Фокина деген апамыз болды. Сол кісі, олай емес қой, ол әділі былай деп кәдімгідей сот процестеріне қалмай азаматтық қорғаушысы болып Нинель Фокина Әркен уақ үшін соңына дейін күрескен адам. Бірақ кейіннен ол кісі де жаңағы педагогикалық мамандығын тастап құқық қорғаушы болып кетті. Мына дін адамдарының құқығын қорғайтын адам болып маманданды. Сол бағытта мысалы құқық қорғаушыларда көп қой. Түрлі жаңағы жұмыс бойынша, қылмыстық іс бойынша. Ана кісі мысалы құдалауға түсетін дін адамдар болады ол. Христиан болсын, мұсылман болсын, иудей болсын, жаңағы сол өзінің бір сеніміне орай қуғынға түсіп қалатын адамдардың өмірінің соңына дейін құқығын қорғап, мысалы сондай бір құқық қорғаушы болып шықты. Қазақ емес қой. Қазақ емес. Сол бар ғой, ана біз кімді анау немістің қазағы Герольд Бельгер мысалы біз соны қалай көтереміз, жақсы көреміз ғой. Содан кем емес Нина Фокель. Қазақты қорғауда жаңа желтоқсаншылардың несінің бәріне қатысып жүріп, және өзі өте таза адам екені көрініп тұр. Біз еріксіз ол кісіні қазір қападан, біздің қаперден тіс болып тұр да, негізі ол кісіні көтеріп, кәдімгідей пайдалануымыз керек. Өзге ұлттың өкілдерінің ішінен қазаққа деген махаббаты, несі, азаматтық тұлғасы айқын адамда, негізі ол кісіні шынымен тасада қалып тұр ол. Көп адам естімеген білмеген, онда кішкене тарқатып ашықтайықшы. Сондай адамдарды бір қазақты біріктіретін деп отыр ғой қазақ. Мысалы басқа тұратын диаспораларда осындай адамдардың жаңағы білгені абзал да, Фокина сияқты адамдардың. Біз орыс әлемі деген кезде, мысалы барлығын жаппай бәрін сол бір неге тастай салатын сияқтымыз да. Ал енді олардың ішіндегі қазаққа деген жүрегі бұрып тұрған адамдарды алып шықсаң, онда қолдайтын адамдар бар ғой. Аналар екіге бөлінеді да. А біз оларды жаңағы неге біздің тілде сөйлемейсің деп бәрін сондай бір дұрыс емес. Сондықтан ана Нина Фокина кәдімгідей біздің жаңағы пропаганда дейміз ғой, қазақтың несін, соның несіне айналу керек. Оны болады, жасауға болады. Кейінгі өмірі қалай болған сияқты ол кісі? Мүлде насихатталмады ғой шынымен. Бұл кісіні мен 31-ші арна, К+ арнасы,
сол кездерде істеп жүрген кезде жиі көретінмін. Ол кісі мына дом демократтар үйі деген болды ғой. Қайырлы аға, сіз білесіз, мына Сейфуллиннің бойында ғой, Сейфуллин көшесінің бойында. Сол жерде ана зейнеткерлердің құқығын қорғайтын бір апамыз болды. Ой, Савостина ма? Савостина. Сол бәрі отыратын. Сол жерде. Евгений Жовтис. Ол жақта емес пе? Жоқ, Жовтис сол кезде көрген жоқпын мен ол жерден. Сол кезде ол кісі осы бертінге дейін өмір сүрді. Бірақ қызығы, мен Азаттықтан оқыдым. Бұл кісі дүние салардың кезде өз балаларына айтты, ешкімді бір дабыра қылып айтпай, мені көме салыңдар деген ғой. Сөйтіп бір осылай мен дүниеден өтті деп хабарлап, баспасөзге беріп осылай деп. Сол кейін журналистер жаңағы бір пікір алмақшы болған ба, сөйтіп хабарласа, ана кісі қайтыс болып кетті деген ғой. Сол енді осындай бір қазақтың бір адам хақысы, адамның құқығы, сөз бостандығы, бір әділет жолында еңбек сіңірген қоғам қайраткері ғой. Осы енді неге айтпадыңыздар дегенде, өзі соңғы үкімі сондай болды. Сол не керек жаңағы. Мен қайтыс болып кетті, бүйтіп кетті деп айтты. Әйтеуір Финляндияда халықаралық құқық жөніндегі комитет бар ғой, соның мүшесі ол кісі. Сондай адам болды. Енді ағалар, сіздің алғашқы фильміңіз және Құрманғазы туралы Кісен ашқан деген фильміңіз бар 96 жылғы. Және сіздің Кісен ашқан деген Азамат Жәкібаев туралы фильміңіз бар, Қанат аға. Екеуіңіз де бір тақырыпта фильмдер түсірген екенсіздер, және осы Азамат Жәкібаевтың желтоқсан қарсаңындағы жалпы фильмді көріп отырғанда ол кісінің де бір диссиденттік пікір осы ашықтап. Бұл енді мынандай нәрсе ғой, жалпы азаттық үшін күрес ол қай кезде де тоқтамаған ғой. Адам өзінің болмысынан азаттыққа, еркіндікке құштар. Адам ғана емес, тіршілік иесінің бәрі. Біз азаттық деген кезде жаңағы Кенесарының күресі, соңын алаштықтардың күресі, соңын 86-ға өтіп кетеміз да. Сол ортадағы күрестер көбінесе айтылмай қалады. Азамат Жәкібаевта сондай бір жас қазақ. 77 жылы күрес жолына түскен өзінің. Азаматтың қызығы, көптеген диссиденттер бір өмірлік жол арқылы бір әділетсіздікті көріп күреске түседі, мысалы. Ал Азамат оқушы бала болып отырып, соған өз саналы түрде жеткендігіне таң қаласың. Жаңағы Құрманғазыны тыңдау, Мағжанды оқу, Олжасты оқу. Сөйтіп бұл 86-ның да бір кенеттен болмаған көрсетеді Азаматтың күресі. Азаматтың жас қазақтың бір мерт болып кетуі. Оның сол кездерде азаттық жасасын, капитализм жасасын, социализм жойылсын деп листовкалар таратуы. Былай қараған кезде ол кез қазіргіден емес, қазір Фейсбукта отырып кез келген жаңағы президентті айтасың ба, премьерді айтасың ба, орнынан кетсін, жемқор дей сал болды. Ол кезде бір үнпараға апарып беру ол сенің өліммен тең, өлтіреді. Сен басыңды бәйгеге тігіп отырсың ғой, ажалға кіріп отырсың. Азамат Жәкібаев та сол 70-ші жылға күресті бастаған. Хасен Қожахмет те даусыз сондай жүрек жұтқан кәдімгі. Дәл осыны символдық түрде Олжас Сүлейменов әдемі келтіріп берді. Ана Матросов деген дзотта, немістің дзотында пулемет атқылап атқанда барып кеудесін тосып жапты ғой. Дәл сондай сияқты жаңа совет кезіндегі жаңағыдай қадамға бару, оқ бұрғылап атқан соған барып кеудені тосумен бірдей. Ол айтады, ал қазір дейді, пулеметте оқ жоқ дейді, бәрі матрос болып шыға берді. Көрдің бе? Міне қалай келтірсің. Қазіргі блогердің бәрі жиналып алғанда, оқ жоқ, пулеметқа бүйтіп жүргендер ғой. Мен деп. Ал Азамат, мен ана киноны көріп басқа, сосын ана сенен кейін барып Мұқағали киносының ішінде әдемі келтірген ғой. Сол жігіттің тағдырын. Азамат Жәкібаевты жаңағы Хасен Қожахметті кәдімгі ажалдың аузына барғандар ғой. Кәдімгі ажалдың аузына барып, оттың аузына барған шында да үлкен батырлар. Бірақ мен кейін фильмге кіргізе алмай қалған бір деталім болды да, Қайырлы аға. Мына Лениндер билікке келгеннен бастап жазалаудың түрлері болды ғой. Сот болмай ат тастайды. Мысалы, Шәкерімді атқан кезде ешқандай сот процесі болмаған.
жаңағы кереге таста атып тастайды болды. Ой, өлген жер қай жер еді? Иә, құдық әйтеуір. Құрбұдыққа апарып тастады, ана атқан жер қазір ұмытып тұрмын, болған мен сол жерде. Кейін Ахметтердің соттары өтірік. Ешқандай өтірік сот. Ал енді мына Брежневтің кезінде Брежневский больницы деген ұғым болған. Брежневтің ауруханалары дейді. Психбольницалар. Сонда мына психбольницалар көптеп ашылған. Ол психбольницалар Совет үкіметінің денсаулық сақтау министрлігіне емес, ішкі істер министрлігіне қараған. Ташкентте болған бұл, Украинада болған, біздің мына Талғарда болған азамат жатқан. Сол жерде мына саяси диссиденттерді аурулар деп қамап отырған. Сонда бұларды қамаудың пайдалысы, мысалы, қылмыстық іспен қамаса, адам 8 жыл, 10 жыл ол түрмеден шығып кетеді. А мына жерде түрмеден шыға алмайды. Өйткені соза береді, әлі емделіп жатыр, мынау жазылмаған екен, мына бала деген сияқты. Сол кейін өңкей аурулардың ішінде болғаннан кейін, ол жерде шығу, байланысу, ана жерде түрмеде жаңағы черный дейді ғой, жаргон тілмен айтқан кезде, сондайлар отырады, сыртпен байланысуға болады. А мына жер мүлде изоляция. Сау адамды жындығып, сонда мына совет, бұны Андропов кейін Совет үкіметінің бірінші секретары болды ғой. Сол кезде КГБ-ның бастығы Андропов пенен Брежневтің ойлап тапқандары. Сонда кейін бұл Брежнев больницалары жабылған кезде бір жылда 1 миллионға жуық адам босатқан ғой. Сонда сау адамдарды ұстап отырудың, енді қараңыздар, 37-ші жылға тікелей тұрып атумен анау больницаға қамап қойып, дәрі беріп, жаңа екеуінің несі бірдей ғой, қарап тұрсаң. Анау бірақ ашық, кәдімгі, оның өзінде жабық қылып істеді ғой, түнде әкетіп жаңағы да. Анау несі жөнінен, жаңағы қылмыстық жөнінен, анау адамның құқығын таптау, жоқ қылу, екеуінің несі бірдей болып тұр ғой. Просто анау бақырайып көрініп тұратын еді, жоқ. А мынау анаяқта ешкім туысқандары да іздей алмайды ғой. Ауырып қалған екен, енді емдеп жатыр дейді, болды. Енді Совет үкіметіне қарсы сөйлеген адам, еркін ойлаған адам ауру. Бірақ ана тағдыр ғой. Мен бұның бәрін фильмға сыйғызамадым. Негізі мына Ақтастағы жаңағы аурухананың өзі бір деректі фильм ше. Соның ішіне кіріп түсірсе шіркін кадрларды ше. Жалпы қалай азапталды. Бұл да бір азаптау механизмі, жаңағы Алжир сияқты, Карлаг сияқты. Сондағы таңғалатын нәрсе, кейін Брежневтің өзінің қызы Галина Брежнев жындыханада өлді. Бұл бәрібір бір тылсым нәрсе дейміз ба, сол айналып келді. Енді осы Ақтастағы жындыхана емес, бірақ жындыханалардың бірінде Галина Брежнев өз басына келді ғой, иә. Енді қараңыздар, бұның бәрі нені көрсетіп тұр? Қазақ деген ұлттың, жалпы жан-жағымызда да басқа ұлттар тұр ғой, бірақ енді бізден негізі өзіміз қазақ болғаннан кейін, осы қазақтың тағдыры бізді алаңдататын болғаннан кейін, әр кезеңге Алаштың кезіндегі қазақ үшін жан талас кәдімгі, олар қалай шықты, содан кейінгі кезең, одан кейінгі егемендік алғаннан кейінгі кезеңдер. Қарап отырсаң, бәрі этап кезең-кезеңмен тұр, бірақ бәрібір қазақтың ұлттық мүддесі тұрғысынан әлі сондай еркін ойлы азаматтар сол жағдайда ешқандай өзгерген жоқ ешнәрсе. Яғни калька дейді ғой мынандай. Революцияға дейінгі патшаның кезіндегі мысалы нелерді қарасақ, Кенесарыларды қарасаң да, басқаларды қарасаң да, енді сосын тек қана ойбай Ресей ғана деп ондай дұрыс емес. Қоқаннан да көретінді көрдік мысалы. Бұл тақырыпта бізде жабық жатыр. Қоқандықтардың да бізге жасаған нелері моральдық тұрғыдан сұмдық. Оның бәрін, бірақ маған кейбіреулер айтады, қалда оны қаза бермеші. Неге? Қоқанның жартысы өзіміздің қазақтың рулары дейді. Мен айтамын ғой, бәрібір солар Қоқанның атынан келіп, анау тапталған қазақтың жаңағы мүддесін кәдімгі жаншып тұрып жасады ғой енді. Одан кейін қарап тұрсақ Совет кезеңі. Совет кезеңін бөлдік, міне. Енді егемен Қазақстанда болып жатқан еркін ойлы азаматтарды қарасақ, сонда бәрі сол мынандай
Қазір бар ғой интернетте мынандай бір әдемі не көріп жүрмін. Мына суреттерді, фотоларды тірілтеді ғой. Ана есікті ашады купенің, ана бәрі отыр. Міне сондай сияқты ғой. Біз қазір есікті ашып, жаңағы мен айтар едім, жаңағы патшалық кезеңдегі, одан кейінгі Алаштың кезеңі бар, Советтің де кезеңі бар, кәдімгі көтерілді, әңгіме жоқ. Мен айтам ғой, сен сонша неге жоқ деймін, мен Советтің деймін. Біздің жаңағы мынау атаң болса, анаң болса, әжең болса, ақаң, басқаң, біреу бизнесмен, біреу имам, біреу не, осылардың бәрін қырқса, мына қалғандарын бақытты боласыңдар деп, солар жеткізді ғой енді. Бірақ мұнаның бәрі кетіп қалғаннан кейін, бірақ бәрібір ғылымды, басқаны көтерді, әңгіме жоқ. Советтің кезеңіндегі жеткен жетістік ендігі үкіметтердің түсіне де кірмейді ғой. Сондықтан біз жаңағы есікті ашып көрсетіп жатырмыз ғой енді. Қарашы, ана есікті көрсетіп, мына есікті көрсетіп. Сондықтан осы әрқайсысының замандары өзгеріп жатыр. Бірақ ұлттық мүдде тұрғысынан қарайтын болсақ, қазақ деген ұлттың ешнәрсе өзгермей отыр ғой. Осы ең қиыны. Яғни бүгінгі қазақтың ертеңі қандай болмақ дейтін болсақ, жаңағы экономикалық тұрғысы болсын, басқасы болсын, сосын азаматтың көрген өмірінің қиындығын қазірде жігіттер отыр. Осы азаматтық өзінің көзқарасы үшін отырды. Сондықтан не айтуға болады? Мына желтоқсан осындай ұлттың азаттыққа деген, еркіндікке деген талпынысының мынау адамның денесінде шиқан дейміз бе, не дейміз жаңағы? Іседі ғой? Бітеу жара. Сол әбден пісіп келіп бір кезде жарылады ғой. Сол осы кезеңдердің бәрінің ортақ бір символдық түрі желтоқсанға келіп тірелді, сол ашық жарқыда қалды. Азамат Жакыбаев туралы деректі фильмді Қанат ағамыз түсірді. Егер оны көрем десеңіздер, мына жақтағы сілтемеге өтсеңіздер болады. Хабар арнасы түсірді. Хабар арнасы тапсырысымен түсірілді. Енді жаңағы айтып өттік қой, Аллажар фильмі туралы толығырақ ойларыңызды тыңдасақ. Сіз ол кезде сол 96 жылы жарыққа шығып премьерасы болды ғой дейміз. 10 жыл бойы түсірілді ма? Ол жердегі кадрлар кейін жасалған кадрлар ма, жоқ әлде сол желтоқсан оқиғасы болып жатқан кезде түсірілген кадрлар ма? Жаңа мен Мұхтар Шахановқа барып жолығып, енді жасай алмаймын деп кеттім ғой. Соны байқаймын, содан кейін осы жігіттер негізі араласқан, сонда қарасам ең несі сол кім? Қалдыбай Әбенов жасай бастады ғой. Жігіттердің бәрі түрмеде отырған кезде Қалдыбай сол неге кірісті. Сөйтіп ол жасаймын деді. Сондағы айтқаны ол бірінші түрмені аралайды. Түрмедегі жігіттердің бәрімен кездеседі. Қалай болды? Сосын жігіттер айтады, бізді қанша рет өстіп жазып алып, өзімізге қарсы пайдаланып, біз сенбейміз дейді. Сонда ол айтады, мен ар ұятыммен жауап берем. Сөйтіп сенімге кірген ғой. Содан жаңағы материал информацияны алады ол. Содан кейін барып Матай деген қор болды. Мына ненің несі? Мына Жүргенов академиясында Гүлжан деген қыз болды. Соның інісі ол. Матайдың қор. Ол да желтоқсанға қатысқан жігіт. Солар, басқалар оны қолдады ғой. Сөйтті да ол не істеді? Қалдыбайдың ең бірінші жасаған тірлігі ол реконструкция жасады. Желтоқсан оқиғасының болған нелерін бәрін, өйткені оған куәгерлердің өздерін бәрі айтып беріп тұр ғой. Енді ол тірі кезінде Қайратпен де жолыққан шығар деп ойлаймын. Солардың бәрін материалын жинап алғаннан кейін, оған әрине енді Мұхтар Шаханов та басқалар көмектескен болу керек. Ол жағын өздері айтсын. Сөйтіп ол суреткер ретінде аллардың айтқан оқиғаларынан образ жасап, соның бәрін түсіріп шықты актерлармен, басқалармен.
Енді мына нәрсені қараңыздар. Эйзенштейннің «Октябрь» деген киносы бар. Тағы бір деген кинолар бар. Сол 17-ші жылдары, 27-ші жылдары түсірілген кинолар, соны соншалықты жаңағы сол заманда сол өмір көрген адамдар, сол кездегі киімдер, нелер түсірген, олардың бәрі қазір хроника сияқты қабылданады. Хроника сияқты. Шынымен солай болған деп ойланады. Ал енді оны, мысалы, анау Зимний дворецке шабуыл жасаған кезде, Октябрь революциясында жасайды ғой. А өмірде ол болмаған. Ол оның бәрін жауып тастаған, сырттағанды бәрін разгон жасаған. Сол сияқты ғой. Сондықтан Қалдыбайдың мына кадрлары қазір көркем фильмге жасалынған кадрлары деректі хроника сияқты тарап кетті. Халық ажырата алмай қалды. Халық ажырата алмай қалды. Енді бір қызығы 96-шы жылы енді оның мемлекеттік сыйлыққа ұсынылып жатыр. Алла жар ма? Алла жар. Бірақ Қалдыбай қасында достары бар, несі бар, фильм монтажын жасап, бәрін қойып қойған. Ыстықкөлде қыдырып жүреді. Суға түсіп, 100 грамдатып, содан үлкен бір қара джип келді дейді. Келді, іздеп тауыпты. Сөйтіп келіп, Қалдыбайды мінгізіп алады. Сөйтеді де жаңағы уколын береді, басқа қылады, есін жиғызады. Қазір сен приемныйға кіресің дейді. Сөйтіп, мына неге орталық комитет, жоқ ол кезде. Акимат па? Акиматқа алып келеді. Сөйтеді де Тасмағамбетов қабылдайды. Үстелдің мына бетінде Қалдыбай отыр, мына Иманғали отыр. Мынандай жапырақ қағазға 5-6 нені жазып қойыпты. Ескертулер ма? Жоқ, мына киноңнан мына кадрды алып тастайсың. Назарбаевқа байланысты кадр. Оның орнына осы жастар қозғалысының лидері қылып осы кісіні көрсетесің. Тағы мынандай әйтеуір бір сондай ескертулерді. Осыны жасайсың, мә дейді. Осыны жасайсың дейді. Біз саған Алла жарыңды чуть ли жаңа Оскарға дейін ұсынамыз, апарамыз. Екінші, саған профессор, академик не керек? Не звание керек? Қандай атақ керек? Бәрі болады. Пәтер, жұмыссың, бәрі саған толық обеспечение дейді, береді ғой. Ана бүйтіп қарайды да, мен түрмеде отырған ол жігіттерге уәде бердім ғой, бір әрпін өзгертпеймін оқиғаның деп. Мә дейді, қайтып береді. Жоқ, сен ойлан дейді. Сен дейді, жаңағыдай өсіп жүресің ба дейді, бомж сияқты. Жұмыс жоқ, анау жоқ. Ол Алла жардың пленкілерін арқалаумен өтті ғой өмір бойы. Сол алдына қайтып сұрады. Ойлансай дейді, ойлансай дейді. Ода тұрған не бар дейді, бір кадрды ауыстырғаннан. Жоқ деп, Назарбаевты батырып көрсету. Назарбаевты желтоқсанның несіне шығарасын дейді ғой енді. Алдына. Ол жерде кім Ася Байғұжинның киносында да бар, ол хроника необъявленной демонстрации деген киносы бар. Қазақстанда көрсетілген жоқ, Москвадан көрсетті. Сондықтан сөйтіп не керек? Сонымен 96-шы жылы мемлекеттік сыйлыққа 4 адам түстік. Қалдыбай әбенов Алла жармен түсті. Өкінішке орай Алла жарда эпизодтар 3 реттен қайталанады. 3 реттен. Соны бар жастар, басқалар, сыншылар енді айтты қой енді отырып. Мұнан бәрін алып таста, мынандай кино шығып тұр. Көнбей қойды. Мен осылай көріп тұрмын деп. Енді ол суреткердің құқы. Одан кейін мен түстім, ашаршылығым бар, жаңағы замана шеруім бар, әйтеуір алашордам бар дегендей. Сосын екінші турдан Қалдыбай шықты, түсті. Ол киносын өткізбейтін белгілі ғой енді. Сосын үшінші турға Сатыбалды Нарымбетовпен мен қалдым. Сатыбалды Нарымбетов көзімнің қарасы деген киносымен түсті, көркем кино. Мен директ киномен тұрмын.
Сосын енді кино үйіне бардым. Сатыбалды отыр. Қасындағы қоршап бүкіл командасы отыр. Алтынша Жағановадан бастап жаңағы Досхан аға бар. Тағы бәрі бар. Сосын мен киноны көріп, олардың киносын көріп, қолын алдым барып. Сөйтіп ана кісі өте салқын қарады да. Сосын мен Кәрім Танаевтың шәкіртімін дедім. А мен оның досымын деді. Сөйтсем, сол комиссия сол күні шешкен екен. Мен алда тұр екем да. Мен оны білмеймін, маған ешкім айтпайды. Сосын үйге келдім. Сөйтсем, Қалтай Мұхамеджан Союз кинематографистер одағының председателі ғой. Алты звондады, қалла дейді, сен жассың ғой әлі. Ана ағаң, неден кеп тұр? Парижде, Францияда мынандай бір фестиваль бағындырып, сен жассың әлі, алда өмір. Ағаңа берсей деді жолыңды. Сонымен Иманғали Тасмағамбетовтің приемныйына бардым, қалды. Сөйтіп жаңағы арыз жаздым. Енді осындай суреткер Сатыбалды Нарымбетовтің анандай неден келіп тұрғанын сыйлап, мен өз кандидатурамды додадан шығарамын деп қол қойып, соны мынандай ксерокстан несін алдым. Сосын дүкенге барып бір шиша алдым. Сосын кімнің адресін алып алдым, Сатыбалдың үйіне. Звонокты бастым. Ашып қалды да, бұлай шықты ғой енді. Күткен жоқ қой енді. Ол ана салқын қабылдап, анау-мынау, енді ол қалай сонда деп тұр ғой енді. Мен мынай тұрдым да, парағым бар, арағым бар. Сатыбалды аға дедім, сізді сыйлап осындай, сол додадан мына кері қайтарған парағым дедім. А сол кешірім сұрағам да арағым дедім. Мә дедім. Сөйтсем, менің бастығым бәрі біледі екен, мені алып тұр екем. Кейін Дамир Манабай бар ғой, ол сол ненің мүшесі ғой, комиссияның. Кездесіп қалғанда айтады, ақымақ дейді. Не болды деймін ғой, ол енді орыс тілді не ғой? Біз саған дауыс бердік қой, елки дейді да. Сөйтіп сондай болды. Аллажарда солай болды, қырқылды. Енді мен не істеймін енді Аллажарға? Және көптеген пленкалары әрең тапқан екен ғой кейін, иә? Ол пленкалерін қысқартылған, ол пленкалерін бәрін алып жүрді. Ол қорқты, қазақ фильмде ана архивте оның бәрін өртеп жүреді деп. Үшін ол соны қорғаштап жүріп, соны жаңағы. Енді мына нәрсені айту керек. Кезінде жігіттер де, Иманғали Тасмағамбетов де бәрі оған пәтер алып берді. Бірнеше. Мына Қалдыбай туралы айтылған кезде, ойбай, ол осы желтоқсан үшін, Алажар үшін өмір бойы осылай өтті деп айтады да, дұрыс емес ол. Ол көкеміз, ағамыз ғой енді, сері ол. Сол кезде кімге ғашық болып жүрді, соған бере салады пәтер. Екі пәтерді білем мен беріп жүрген. Содан кейін жатақханада тұрды ғой енді. Сондықтан бар ғой, бұл жерде мен бір жақтамай болмайды ғой. Дұрыс. Жақсы. Енді ондай білмейді екенбіз. Мен несін оқығам сол жаңағы. Назарбаевты қырқып тастасаң, саған Тасмағамбет осындай күшті жағдайлар жасап береміз дейді. Ана керісінше жаңағы жақсы, мықты кейіпкер ретінде себеп батыр қылып көрсетсең, осылай жасаймыз дейді. Қазіргі мәдениет министрі сол кезде хатшы болады, сол кісі айтады, Қалдыбай аға қойсаңызшы деген сияқты айтты дейді енді ана жерде сұхбатында. Бірақ өзі анасы екеуі бір кішкентай квартирада отырды, елдің бәрі бұл кісінің фильмін көрсетіп телеарнадан, әрқайсысы марапаттап жатыр. Сол кезде балам саған ештеңе берілмейді ме деген кезде ауыр бір кадрлар болып сөйтіп қалған. Бірақ енді жаңағындай сері болғаны бар, оны айтылады. Білмеймін, кімге ғашық болады, үйленеді, соған пәтер береді, шіде береді, жаңа пленкалерін құшақтап. Енді не істейсің? Дұрыс. Енді осы кеңес дәуірі кезінде де кейінде де осы зиялы ақын жазушылар, өнер қайраткерлері, актерлар өте ықпалды болды ғой жалпы халықта. Сол кезде біздің желтоқсанға Асқар Тоқпанов
режиссер. Сол кісінің өзі шәкірттеріне, студенттеріне айтқан идеологиясы немесе осы тәуелсіздікке тікелей бір әсерін тигізді, көтеріліске шығуына бір ықпалы бар деп айтылады. Сонымен қатар басқа да актерлар, Досхан аға бар. Одан кейін Асанәлі Әшімовтің жаңағы қол қойылған деген бір даулы ақпараттар бар. Осы жайлы айтсақ. Енді мына өзі қызық болады екен да. Менің ағам Жұмабай Шаштайұлы, ұстазым. Сол кісі желтоқсан қатысқан екен ғой. Мен ол кісі айтпайтын бірақ. Кейін Мейірхан Ақдәулет деген ағамыз, ақын ағамыздың бір мақаласынан оқыдым. Жаңа Жұмабай дос қазақ бар екен ғой деп тұрды алаңда жастарды көрген кезде деп жазды. Сондай бір өзінің барғанын, айтқанын, айтпаған бір адамдарды өткен. Сол Жұмахан өзінің барғанын, жүргенін айтқан жоқ, бірақ мен енді өзім ет құлағыммен естігенім, ол кісі айтады, Асқар Тоқпанов жастарға араша түсті деп. Содан кейін Асқар Тоқпановты атақынан бір профессорлық бұл керек алып алған кезде ол кісі тіпті ол кісіге әсер еткен де жоқ дейді. Жаңағы бір ұнжырғасы түсіп, соған бір жаңағы көңіл күй болмай, жаңағы неткен жоқ дейді. Өзін қалай асқақ ұстады, солай асқақ ұстап жүрді дейді. Ал енді жаңағы жақында Тұрсынжан Шапай ағамыздан әңгіме естідім. 86 жылы қателеспесем 31 желтоқсан күні Қазақстан Жазушылар одағында Колбин кездеседі ғой. Сол кезде көп адамдар Жұбан Молдағалиевтің сөзін айтады ғой. Жаңағы мен соғыста өлуім керек еді осындай қырғынды көргенше деп. Сол кезде кәдімгідей Тұрсынжан аға айтады, көрдік дейді, Роза бағыланып отырып сөйледі дейді, айғайлап. Алдыда үлкен ақын жазушылар отырған дейді, сол кезде айтты дейді, жаңағы көрден шығып келдіңдер ма, не қылып отырсыңдар, айтпайсыңдар ма, сөйлемейсіңдер ма деп кәдімгідей сұмдық сөз айтты дейді. Содан кейін Досқан Жолжақсынов кім рұқсат берді жастарды осылай күшпен тоқтатуға, қару жұмсауға, күш қолдануға деп кәдімгідей Колбинға солай сөйледі дейді. Мысалы мен де осы Досқан ағамен сөйлесіп жүрміз, пікір алмасамыз, кездескен жерде әңгіме айтамыз. Бірақ мен де осы Досқан ағаның өзінің аузынан естімеппін осыны. Жаңағы мен естідім ғой, бүйттім ғой деген сияқты. Бұл да бір сирек мінез шығар. Адамдардың осылай айтпауы, бір жаңағы мен демеуі, бір көкірек соқпауы. Бірақ сол кезде де жаңағы біз Әлжаппар Әбішевтің несін көп айтамыз ғой. Сізді біз қаншама күттік деп бас салу, немесе жаңағы Асанәлі Әшімовтің қол қойғанында тұр ғой. Бірақ осыларды да кей кезде ойлайсың, жиі айта бергеннен бұрын жаңағы үндемей жүріп, бір ұлттың сөзін сөйлей алған, өзінің бір азаматтық позициясын білдіре алған адамдарды да бір насихаттау керек сияқты. Өйткені бізде тек қана бір бұқып қалғандар емес, мойын басы көтере алған азаматтардың да болғанын ұрпақ білу керек шығар. Солар үлгі болу керек шығар деп ойлайсың. Желтоқсан 86 жылғы бұл КСРО-дағы КСРО-ның саясатына, жалпы кеңестік жүйеге қарсы алғашқы бір қозғалыс, үлкен дүмпу болды деп солай бағалай аламыз ба? Басқа ұлттарға да, анау Грузиядағы болып жатқан, кейін бұл сонда бір шынымен де осы КСРО-ның жоғары жақтағы кісілер осы оқиғадан кейін қандай да бір саясаттарын өзгертіп және ыдырауына бір бастауы болды деп бағалай аламыз ба? Ол дұрыс емес. Өйткені оған дейін 86-ға дейін Грузияда мысалы өңкей министрлердің балдары, ұлдары, қыздар деген сияқты самолетті, ұшақты захват жасады ғой. Сөйтіп олар Европаның бір жаққа ұшамыз деді. Содан кәдімгідей дүрліккен ғой, анан бәрін қоршап, не жасап, атып тастай салайын десе бәрі министрдің ұлдары, қыздары. Ол ең бірінші мысалы нелердің бір көрінісі сол. Яғни ұлттың, Грузин халқының, ұлтының жаңағы мына болып жатқан нелерге, Грузия халқының ұлтына жасалып жатқан қиянаттардың соған қарсы өздерінің
несі ғой. Одан кейін жаңағы тағы бүйтіп қарап отырсаң әр жерден шығады да. Бұл жерде көп адам бірігіп істелінген тірліктен қараймыз. Жеке бір адамдардікін мақұл енді ол бәр жерде бар да. Бірақ мынандай саналы түрде акция жасау. Сондықтан сондайлардың ішіндегі ең ерекшесі деп айтсақ болады. Бірінші рет Совет өкіметіне қарсы шыққан деп айтамаймыз. Ол кезде біз мынау тарихқа қиянат жасаймыз. Енді бұл Совет үкіметі құрылғаннан бастап тарихта өзінің жаңағы одақтас дейді, бірақ одақ емес, өзінің колониясындағы елдерді сол азаптаумен келді ғой, 91 жылға дейін жалғасты. Сондықтан бұл бір Қонаевтың кетуі ұзақ жылдар бойғы бір жиналған қыжылға бір себеп болған дүние деп ойлаймын мен. Жаңа бітеу жараның жарылуы ғой. Иә, сол бір себеп болып, бұл соның шығуы, онсыз да өзі құлайын деп тұрған, қолдан жасалған жаңағы үкіметтің, кеңес үкіметінің, кеңес империясының бұл өзі де табиғи жолмен құлауға келе жатқан жаңағы экономикалық тұрғыдан да. Өйткені мысалы біз білеміз ғой, бала болсақ та мысалы совместное хозяйство, коллективный ұжымдық жаңағы шаруашылық, колхоз, совхоз. Мысалы соның бәрі бір ортақ нәрсе дегенмен соның бәрін өзі адамдар тонай бастады ғой, құлата бастады. Өтірік есеп беру, экономикалық тұрғыдан. Жылдық жоспарлар орындалған. Мысалы біз көзімізбен көрдік қой, совхоздың мал деп, бірақ соны жаңағы мал дәрігер де жейді, қойшы да жейді. Сондықтан өзі бір құлап келе жатқан мемлекет болатын Совет үкіметі деген бір жағынан. Ал қалай ойлайсыздар? Тура сол 16 желтоқсанды біздің тәуелсіздік күнімен және сол 86 жылғы желтоқсан оқиға екеуінің бір датада қойылуында қандай да бір идеологиялық немесе саяси бір шатастыру, ұмыттыру деген сияқты. Жоқ, ол Назарбаев жүйесінің қитұрқы саясаты ғой. Желтоқсанды өзі қойылу керек та, ол күні аза күні болу керек та. Ол өзі тәуелсіз жариялаған күндері бөлек күн ғой негізі. Апартты ана жерге қойды ғой. Иә, сол желтоқсан батырларын еске алып, Құран бағыштап қайғырамыз ба, жоқ әлде тәуелсіздікке қуанамыз ба? Жоқ, әдейі істеп отыр ғой енді ана күні барып жаңағы желтоқсанды олардың не дейміз енді? Желтоқсанның көтерілісі болсын, оқиғасы дейсін, ол жерде сол ие болып отқан биліктің бүкіл нелері жатыр. Қылмыстары да жатыр, басқасы да жатыр. Оны Москваға айтқанмен осы жердегілер істеді ғой оның бәрін. Сондықтан солар жаңағы қайсын сенеді, анау адам өлтірген адамды әкеліп, мына жерге әкеліп қайтадан ала бересің ба? Енді ана тәуелсіздік деп айтқаннан кейін ойбай деп жаңағы бұл алдарқату, қитұрқы саясат. Халил ағаның айтып отырған рас қой. Мысалы Кремльмен шайқасу оңай ғой, Мәскеумен алыстан тұрып. Оған не қолың жетпейді, ол жалпығым ғой. Мәскеуді қойсың, орталық дейсің. Ал мынау осыған келіп тіреліп отыр ғой. Негізі желтоқсан 17-сі басталды ғой, 17-18-і. 17-18. Бұл енді өз тәуелсіздік күні дегенде бір әлгі бір қалай айтады, жыр болды ғой. Баяғыда соны айтатын біз. Жаңағы баспасөзде жылда ана аза тұтамыз ба, әлде тәуелсіздікті қарсы аламыз ба деп. Енді 16-сы, 17-сі басталды, 18-сі қырғын болды. Қайта дәуірлеу күні деп қойды кейін сол 17-сі. Сөйткен кезде енді 16-сына тура Жаңаөзен болды ғой. Сонымен мүлдем тыңдық қой. Аптыстау керек ана тәуелсіздік деген бәрін, праздникті. Онда егемендік декларациясы қабылданған күнге қартай негіз ауыстыру керек дейсіз. Иә, көз алдына берсін. Анау аза тұту күні ғой, болды ғой. Сонда бүйтіп қарап тұрсаң, кейін анау мақұл енді 31 мамырда репрессия бар, анауыз бар, сояққа жібереміз да, мынаны енді қазіргі Қазақстандағы саяси несі болып шығады. Енді Қанат аға, осы ақпараттық салада болдыңыз, осы көп жаңалықтарды тараттыңыз және сіз қандай бір өзгерістер мен бір ерекшеліктерді байқадыңыз сол жердегі жаңағы
желтоқсанға қатысқан деген кісілерге кейін бір мемлекет тарапынан бір премиялар ма, жақсы бір мүмкіндіктер беріле бастаған кезде қатыспаған кісілердің өзі қатыстым деп справка жасап солай істеді дейді. Сондай кейінгі пропагандалар ақпараттық құралдарда қалай жазылды, қандай жаңалықтар бердіңіздер, оған кері байланыстар қалай болды? Негізі желтоқсанды бастаған кезде шын мәнінде де бұл бір ұлттық партияға айналу керек еді. Желтоқсан қозғалысын құрған Хасен Қожа Ахмет, Азат ұйымының басында болды Хасен Қожа Ахмет. Бұл бір үлкен саяси күшке айналу керек еді желтоқсан. Бірақ өкінішке қарай бізде желтоқсан емес, желтоқсаншылар емес, билікке, партияға кәдімгідей коммунистер отырды. Косаревтің, осы бертінге дейін Жамбыл Ахметбековтердің. Осының өзі-ақ бұл біздегі саясаттың, саяси жүйенің бағытын көрсетеді. Оларға жаңағы ұлттық азаттық үшін күрестің жаңағы символы болатын, соның жалғасы дейтіндер емес, керісінше жаңағы соны жаншыған, соны басқан коммунистік жүйе ғой сол кездегі. Соның сарқыншақтарын осы уақытқа дейін алып келді. Жаңағы Косаревтарды қолдан жасады, жаңағы Әбділдиннен бөліп алып кетіп, шын оппозицияны құртып, жаңағы коммунист деген аты болмаса, Әбділдиндердің таза демократ адамдар осылай жасап алып келді. Содан кейін бұларды бір-бірімен қырқыстыру, бір емес 5-6 жаңағы желтоқсаншылар ұйымдарды көбейтіп, соңында жаңағы қадірін кетіріп жіберді ғой. Содан кейін енді мен білмеймін. Құнсыздандырып жіберді. Содан кейін мен білмеймін, бұның аза тату формуласы қандай болу керектігін ше. Осы былтыр алдыңғы жылдары мен 37 деген спектакльді көрдім. Фархат Молдағалидің Шам театрында. Сол жерде бір сондай оқиғаға байланысты Сағызбай Қарабалин ойнайды актер. Жылда еске алады да, жаңағы жер сілкінісі болған. Енді қысқаша айтқан кезде жер сілкінісі болған Әзербайжанда, Әзербайжан драматургінің пьесасы. Соны құтқарушылар келген кезде құтқармаған ғой, өлтіріп жіберген ғой, өйткені құтқара алмаймыз деп. Соны көрген адам кетіп қалған. Сол анадан бірақ тірі. Сол әкесі жылда жаңағы еске алады, бір сөзді айтады да. Бізде де бір желтоқсан сондай болып кеткенші. Бір дежурный кезекті сияқты ғой. Жылда барасың, гүл шоғын қоясың, соны еске аласың, күңіреніп, содан кейін кездеседі, Фейсбукта фото қойылады, соны бітіп қалады. Мен білмеймін, бұл бір анандай бір не істелу керек? Бір дәстүр сияқты, оны да білмеймін мен бұны, не істелу керектігін ше. Бірақ бір әйтеуір дәстүр әйтеуір, жылда әйтеуір бару керек. Және бір тәуелсіздіктен бұрын неге жаңа жылдың шыршасын қоясыңдар, неге безендіресіңдер деген тағы бір қоғамда дау болып кетеді, иә? Онда айта шаршадық қой, енді қоя берсін дейсің ғой қазір. Ол неге шырша қоясыңдар деп айтқанның өзі хайп сияқты болып кетті. Ол да бір жаңағы уәжіп сияқты, жаңағы ол да бір жаңағы ереже сияқты. Тура 16-ның құнсыздандырып, сүйкімін кетіру сияқты. 16-ның алдында жаңағы неге шырша қоясыңдар деп айғайлауда, ол дәстүр, жаңағы міндет сияқты. Содан кейін ұмытып кетесің. Кім бірінші айтады екен? Иә, кім бірінші айтады. Осындай бір көзқарас енді. Жақсы. Енді қараңыз. 90 ауыз сөзін тобықтай түйіні. Желтоқсан ұлттық мүдде тұрғысынан қазақ деген ұлттың жан айқайын көрсеткен ең ерекше акция. Оны мойындаймыз. Бірақ ол сол жүйеге қарсы сол миссиясын алып кете алмады. Желтоқсан, біз енді символдық түрде Олжас пен Мұхтарды шығарамыз. Олжас ана бүкіл халық барған кезде шықпай қойды ғой. Бірақ көркем не ретінде біз оны бәрі жастардың лидер деп санаймыз. Мұхтар да солай. Мұхтар ол кезде Москвада болған. Кейін енді мен айтайын дегенім, оларға мынау көне грек мифологиясында Данко деген бар. Бұл халқы
көр соқыр болып қараңғы болып қалған, жол таппай қалған халық қайда барарын білмей тұрған кезде Данко жүрегін жарып жүрегін алып от шашып тұрады ғой, жолды көрсетіп. Сол сияқты мына желтоқсанның басында сондай адам тұру керек. Шынымен соны ұйымдастырып бастап шыққан адам ше, ол адам бізде бір жерде ақ костюм киген, сол бір кіріп шықты дейді, тағы сондай сияқты. Негізі әртүрлі бар, енді оны көзбен көрмегеннен кейін, факты документтерін оқымағаннан кейін, бірақ мен анау желтоқсаншылардың нелерін, тергелген нелерін көрдім ғой енді. Сондай бір адам жүр. Бір адам жүрмесе мүмкін емес. Ол Қонаев енді кімнен көріп отыр? Жаңағы Назарбаев пен Камалетдиновтен көріп отыр. Камалетдиновтен мен сұрадым. Алматыдан Атырауға дейін бірге бардық. Бір мұнайшылардың тойына. Сонда айттым, айтыңызшы, қалай болды? Жалпы мына билікке таласты ғой. 3 группа дедім. Қалла деді, тыныш ұйықтап жүрсің ба? Ұйықтай берсейін де болады. Жоқ, сіз айтыңыз, жазып алайын. Кейін заман келгенде шығарам ғой дедім де, қоймай қойдым. Сонда оны, не қыласың, мен кітап жазып жатырмын, кейін шығады деді. Жоқ. Онда сіз тыңдаңыз, мен айтайын дедім. Мен енді тергеуші сияқтымын ғой, документалист деген тергеуші қызмет атқарады. Мен 3 клан таласты билікке. Қонаев кетті, сол кезде 3 клан. Бәр жерде айтылатын. Енді ана үлкен саясатта жүрген ағаларымыз бар, нелеріміз бар, әңгімелерін тыңдаймын, болмаса өздері отырғызып қойып айтады, сен қайла мынаны түсініп ал деп. Мынаны түсініп ал. Пайдалан деп айтпайды. Сен түсініп ал дейді. И сонда Әуелбеков қасында Мұхтар Шаханов, сосын Байдырахман деген бар, Садықов деген. Баяғы Мұстафа Шоқайды өлтіруге барған разведчик. Оның несін бәрін жазып алған мен, запистерін бәрін. Бірақ жаңағы қазақ телефильмді сүріп тастады ғой, кетті соның ішінде ол. Енді қара, олардың позициясы бәрі бар. Ол кімді Горбачевті шақырып, Арал проблемасын көтеріп, Мұхтар Шаханов Арал деп айқайлап, әлемге шығатын болды. Олжас енді немен шықты ғой енді? Полигонмен. Бұлар расчет дұрыс негіз жасап отқан. Әуелбеков президент болады, бір секретарь айтты, Қазақстан басына келу керек. Ана оның несі Мұхтар Шаханов жағаға шығады. Анау спонсор. Жағы разведчик. Енді мына жақтан Камалетдинов командасымен. Былайша айтқанда кіші жүз деп айтамыз. Мына орта жүз. Енді естесіз мына Жетісудан Нұрекең командасы бар. Бұлар ананы қалай білді? Солай халықаралық форум Аралдың. Соны тоқтатқан ғой. Сөйтіп Горбачевті Астанаға жіберді, Раисамен жаңағы. Ана ненің бәрін бытшын шығарды. Сонда кімнің несі айтайын дегенім, Камалетдинов пен Қонаев, Назарбаевты, Қонаевтың хроникасы тұр. Қазір көрсетіліп жатыр. Сен екеуің осының бәрін ұйымдастырған деп, мына жастардың бәрін обалына қалдыңдар деп. Өсіп тұрып кәдімгі ашуланып айтты дейді. Сондықтан бұл оқиға біз желтоқсанның Данкосын көре алмай отырмыз. Бұл негізі не болып тұр? Провокатор, арандату. Арандату, нағыз. Соған біздің жастар түсті соған. Соның несін көрді. Солай қабылдаймын. Өйткені бар ғой, егер бұл саналы түрде бұны бастаған болса, онда шынымен біз жаңағыдай сол оқиғаның Данкосын көріп, соны қолдап, сонымен шығып кетер едік қой. Бұл жерде таза арандату болды. Соның бәрін өшім пайдаланды. Өздер. Олар неге жетті? Жемісін көрді. Қанат аға, желтоқсан, Жаңаөзен және Қаңтар. Үшеуіндегі бір ұқсастықтар мен айырмашылықтар қандай? Ұқсастық деген мынандай нәрсе деп ойлаймын мен.
бізде бір конспирология бар да. Қаңтарда мысалы желтоқсанда наркомандар шықты деді, наркомандар, алқаштар шықты деді. Жаңаөзенде сырттан келген оралмандар деген сияқты әңгімелер айтылды. Арандатушылар бұларды арандатты деді. Бұларды арандатқан адамдар болды. Батыста, Парижде, енді айтыла береді, Әбіләзов екен. Қаңтарда сыртқы күштер, жаңағы бір діни радикалдар деді. Маған осындай конспирология ұнамайды биліктің. Өйткені халық өзінің хақысын қорғап шықты, өзінің құқығын айтты, өзінің жан қалауын айтып шықты деген нәрсе бұларға ұнамайды. Бұларға ылғи да сондай конспирология. Бұлар халық емес, бұларды біреу арандатты деп. Бірақ бір халықтың оянуы, халықтың өзінің бір хақысын сұрауы деген сияқты нәрсені бұлар халыққа қимайды. Өйткені біріншіден олар мойындағысы келмейді. Шын мәнінде де олардың жұмыстары дұрыс болмағаннан кейін адамдардың шыққандығы. Мысалы желтоқсанда да мысалы биліктен Колбинді алып келді, Қонаевты алып тастадыңдар. Неге өзіміздің елде адам жоқ деген сұрақ жай ғана қарапайым. Жаңаөзенде де мысалы біздің үстінде, мұнайдың үстінде, байлықтың үстінде тұрмыз, бірақ біздің айлығымыз аз, ағатайлар бізге айлығымызды беріңдерші деген әңгіме. Қаңтарда да халық саяси өзгерістерді қалады. Екі билік болып кетті. Назарбаев кетті ғой, енді кетпей ма? Саяси реформалар жасалмай ма деген сияқты нақты істер болды. Бірақ осының бәрін мысалы өзлері жасамаған, жаса деген нәрсені жасамайды, кейін де жасамаймыз деген үшін осындай конспирология, осындай ертегілер жаңағы түрлі версияларды шығара бастайды. Өйткені бір халық демократияға дайын емес, бұларды біреу арандатып жібергеннен кейін шықты деген сияқты әңгімелер, бұл әлі де сенімен санаспаймыз деген нәрсе. Әлі де біз сенімен келіспейміз, өзіміздің айтқанымызды істейміз деген әңгіме. Аға, сіздің жаңа басында айттым ғой, фильмдеріңізді көрдік деп. Сіз Мағжан Жұмабаевтың және Міржақып Дулатұлының жаңағы бір сұхбаттарыңызды айтып қаласыз, бас сүйегін ұстадым деп, қарап тұрып. Осы Алаш арыстары туралы түсірген фильмдеріңізде және өзіңіздің әсерлеріңізбен бөліссеңіз. Ана Міржақыпты неге күтіп алуға биліктегілер келмеді? Міржақыптың сүйегін. Мысалы қазір өліп жатырмыз ғой. Оян қазақ жаңағы. Алашты дәл жаңағы жүйе Алаштан өлердей қорқыды. Өлердей қорқады. Әлі де қорқады. Ол кезде мысалы 25 мың адам репрессияға түсірілді деп айтылады. Соның зиялы қауым өкілдерінің басқасын бәрін санағанда бір 2 мың болатын шығар. Қалған қарапайым халық кәдімгі. Соның ішінен сүйегі табылған жалғыз Міржақып және Әлихан, Ахмет, Міржақып үшеуі тұрған сурет бар ғой. Элитаның элитасы ғой, ядросы. Енді бұдан артық егемен Қазақстанға қандай символ керек? Ананы әкеліп тұрып пантеон жасап, сол жерге қойып, сол жерде жаңағы дұғасын оқысын, басқа қылсын әйтеуір, сөйтіп сол жаңағы Москвада мысалы мәңгілік алау тұр ғой, Кремльдің алдында. Келген несін бәрін сол жерге алып келеді ғой. Сол сияқты мысалы осы егемен Қазақстанның осы жерін біріктіріп келген, жердің бәрін жинап, жан-жақта губернияға тарап кеткен жерлер. Ол бар ғой, егер сол күйі қалғанда біз шешендер сияқты соғысамайтын едік. Ол жерді қайтарып алу мүмкін емес. Әйтеуір Торғай, Тавр, мына жерлерінде қазақтар болатын еді. Соның бәрін жасап бергені үшін ғана Алашты көтеріп, Алаштың қайраткерлерінің ішінен несі табылған осы кім ғой енді Міржақып. Соны жасау керек еді. Және соны кәдімгі пантеон жасап, сол жерге жаңа несін қойып, келген мемлекетке келген адамдар сол жерде тағзым жасау керек еді негізі. Біз солай өзім күттім мен.
сөйтсем 16-та ол Астана ол кезде Алматыда ғой бәрі. Алматыда пантеон жасаса болады. Он ойбай құртындар. Одан Торғайға да жолатқан жоқ, Қостанайға да жолатқан жоқ. Сонымен ана совхоздың артында отделениеде ол Қызбел деген. Сол жерге алып бардық. Енді Беломор каналда Сосновец деген станцияда мен бара жатқанда көрдім, Ерлан екеуміз бара жатырмыз. Орманның бәрі су тұр, 1 метр. Бәр жер толық судың астында. Ой, мен атам сүйегін не болды дедім да. Мынандай неде. Сөйтіп барсақ, жаңағы жер төбе екен. Соның төбесіне жерленді. Жан-жағын бәрі зират, талай зират суда жатыр ғой. Бірақ мына Міржақыптың авторитеті, о жердегі осы жан-жағында болған адамдардың авторитеті болып тұр ғой. Жергілікті зиратқа. Әйтпесе былайша өлген адамның бәрін жаңағы каналдың жанына көме берген. Қазірде күрек тығып қойсаң сүйек шығады. Ана соны ашып неғған кезде бір жағынан көмектесем, бір жағынан түсіріп тұрмын, арасында менде енді емен, дуб. Сол табыт шірмеген. Бірінші соның үстінде тұрып қаздық қой енді бұлай. Сөйтіп аштық. Шаш, тік шаш. Сосын жақ азиялық адамның жағы. Біздің азиялықтардың да жеріміз кең болады екен да. Европалықтар шамалы сопақтау болады ма сондай. Одан кейін кімнің Міржақыпты өлгеннен кейін тіс протезін беріп жүрген ғой Ғайнижамалға әйеліне. Ғайнижамал оны қызына Гүлнарға тапсырып кеткен. И соны апарып ананы салған, дәл орнына келіп тұр. Одан кейін ол кісіні күткен 2 әйел болған дейді жаңағы. Соның біреуі ана әйел қайтыс боларында Міржақып қызмет еткені ғой. Сол айтыпты, менің зиратымды қарамай қой. Бірақ мынау кісіні күт түбі іздеп келеді ұрпағы. Сол кезде мынау неухоженный жатпасын. Мен саған 2 дүниеде мен ризалығын бермеймін. Мына кісі тегін адам емес. Келеді түбі осын іздеп. Сол кезде мынау ухоженный болып, жазда болса гүлі өсіп тұрсын. Андай мындай. Сөйтіп күткен ғой енді. О, свидетельдер ғой. Міне прокуратурасы басқасы алдында бір комиссия жасады. Сонымен аштық. Сосын жаңағын алып, кішкентай неге табытқа мақта төсіп, не жасап, соған салдық қой. Бәрін көтіп салдық. Сөйтіп енді алып кетіп барадыр. Мен кадрды өтеп, тұрып, түсіріп, кетіп барадыр. Жандағы зиратқа сүйеніп, бір әйел жылап тұр, еңкілдеп. На кого вы оставляете? Я всю жизнь ухаживала за ним. На кого вы меня оставляете? Сосын, Ерлан, тоқта. Не? Егесі бар екен ғой мына жақта. Содан келіп, анау ашып, жайрап атқан зират қой енді, мола. Оның бәрін көміп, қайтадан бәрін тегістеп. Ана елді қолықтап алып, жаңағы деревнясында ас бердік. Солардың дәстүрімен. Сөйттік та жаңағы бәрін алып келдік. Сосын енді Торғайға келгеннен кейін 3 күн күтті. Әкеліп алғаннан кейін бүкіл жерде Қайсар Әлім телефонограмма беріп тұрды. Факспен де немен, Егемен Қазақстанға, радиоға бәр жерге. Міржақыптың бір сүйегі табылды дедік. Ойбай, алып келе жатырмыз, пәлен жерін өттік деп. Яғни информация бүкіл Қазақстанға кетті. Енді ертең жерлейміз деген күні сүйекті жуады ғой енді. Сөзбен. Сосын бүйтіп едім, мен аңыр жолатпады. Сосын Гүлнар апаға бардым. Мен ана жақтан әкеліп, ана жақтан бәріне не жүрмін? Кірем мен сүйегіне дедім. Кіргізбей жатыр дедім. Сосын Гүлнар апа айтты, Қалиланы кіргізбесең де сен кімдерді кіргізейін деп тұрсыңдар оған деді. Өзі басынан қасып келе жатыр. Сөйтіп барып кіріп отырдым, басты ұстадым. Содан алып ана жерге бүйтіп қойған кезде бар жаға жырады. 56 жыл жатты ана жақта. Туған жеріне келіп, өзінің туған жеріне жаңа көміп атқан кезде, көмейін деп атқан кезде жағы ажырады. Сосын айттым, жағың ажырамай жамандық көрме деген сөз осы екен ғой дедім да. Сөйтіп бір кезде ешкім жоқ.
сол ауылдың арғын қыпшақтың қариялары келді. Сосын енді местный ақын Торғайдың жігіті Серік Тұрғынбеков келді. Жазушылар одағы қарағандылық бір балалар әдебиетінің классигі дейді. Білмеймін, өмірімде бірінші рет көрдім. Сол кісі келді. Сосын қарасам, қоршап тұр бүйтіп. Сосын енді мен су айттың біреуім ғой. Мен бұны қалай көрсетемін дедім да. Мына билік. Адам аз. Жақсы түсіргіңіз келіп тұр. Жоқ, мен дикторский қолданбаймын ғой мен. Адамдар айту керек. Или немен. Сосын енді қара, мына биліктің мұнаны кәдімгідей қабылдамай тұрғанын көрсетуім керек образбен. Бағана айттым ғой, желтоқсан несін. Дәл сондай образ ғой. Сосын не істедім? Табытты орап, киімге орап, стол қойып, соған қойдық. Жанына бір жақтың портретін қойдық. Сосын Гүлнәр апам келіп, құшақтап тұрып жылады, қоштасты. Мен осы кадрдан бастап бітеп алып келдім. Сөйттім де жаңағы тұрғандар бар ғой, соларды үзбей түгел панорама жасап шықтым дейді. 360 градус қайтып мынаған келдім. Так. Енді сосын өлеңіз дедім. Міржақыпта мынандай өлең бар, қайда едің деген. Бізді дейді, бәрімізді қамап атып түрмеге жаптыңдар. Мына қазақты жұмаққа апарамыз дедіңдер. Қайдасыңдар, қайда едіңдер? Мына ашаршық бәрі қырылып атыр қазақ. Жобалаң, неде? Қайдасыңдар, қайдасыңдар? Коммунистерге айтып тұр ғой. Қайда едіңдер? Мына жерде 90 жылдар Міржақып сүйегі келіп тұр туған жеріне, егемендік жарияланған. Бетеп көрсетем ғой. Қайда едің деген әнді Әбиүрбек, Әбдірейім Өміров деген мен бір ағам бар ауылда. Сол ән шығарып танаған. Керемет ән. Соны іздедім ғой. Сөйтіп жүріп соны таптым. Содан жаңа әнді қойдым. Сөйтімде жаңа панорама жасадым. Оның алдынан қазып атқанымыз, алып келе жатқанымызды көрсеттім. Қалай не алып атқанымыз. Сосын аналар бәрі көтеріп апарып, жерге жерледік, қойдық. Міне осының бәрін жаңа қайда едің деген әнмен бердім. Сонымен ана бастығым айтысып жүріп, әйтеу киноны өткіздім. Содан эфирге шықты. Эфирге шығып, бүкіл ненің бәрі. Енді кімге звондайды? Неге күтіп алмады, соны айтсаңызшы. Жоқ қой, кемеді ғой. Бәрін шақырылған ғой. Шақырылды бәрі. Бір түсіндірген жоқ па кемейтіндерін? Мысалы, Қостанай облысының басшысы, идеология бойынша жауап береді, министрлік, мәдениет министрлігі. Жоқ, ешқайсы жауап бермейді. Ешқайсы не алмайды. Мынау не болып жатты? Құрылтай болып жатты. Бәрі сояқта жүрді. Жоқ, кім айтты? Міржақыпты ана айдалаға көміңдер деп, мысалы. Гүлнәр апай отырды ғой жаңағы неде. Міне сүйегі табылды, енді барып алып келеміз деді. Сонымен жаңағы жоқ, біреу жерлейтін жерді белгілеу керек қой, мысалы. Соны ана облысқа жіберген, облыс ауданға жіберген, ауданның мәслихаты шешсін деп. Олар неге жіберген ғой, Қызбелге апарып жерлеген. Яғни игнор ғой. Бұл деген неден шығып жатыр? Мына Әлихан Бөкейхановтың 150 жылдығында ЮНЕСКО Әлиханды атап өтті ғой. Сол кезде не істелінді? Астанадан Әлиханға ескерткіш қояйық деді. Сол кезде кім? Ол кезде Мұхаммеди ғой. Не істеді ол? Ойбай, бізде ақша жоқ деді ғой, ескерткіш қоюға. Ақша жоқ, таппай жатырмыз өкіметте. Біздің мемлекетте ақша жоқ деді ескерткішке. Сол сияқты Міржақыпты да жаңағыдай не жасауға ошым ешкімнің уақыты болмады. Мағжан Жұмабаевтың әйелі, мен желтоқсан туралы бір әңгімелестіңіз бе? Жоқ, ол кісімен мен желтоқсан туралы айтқан жоқ, сөйлескен жоқ. Фильм өтірік айтты. Жоқ, ол кісі Мағжанның кітабы 24-ші жылы шыққан, ең соңғысы 1924 жылы Ташкентте Сұлтанбек Қожанов шығарып берген. Содан кейін қайтып бір өлеңі басылмаған еш жерде. Және өлеңі жарияланған да жоқ. Соның бәрін жазғандарын бәрін ана кісі сақтап әкеліп, кейін неге шығарды ғой, берді ғой. Сол бойынша кітабы шықты.
89 жылы. Мен соған қатыстым. Енді анау операторлардың бәрі орыстар ғой. Қазақша түсінбейді. Соны мені ертіп алады режиссерлер. Сен енді ананы түсінесің ғой деп. Сөйтіп ана жерге. Сосын біздің пленка дегеніміз бар ғой. Менің киноларым 90 жылдар түсірген киноның пленкалері нашар. О мынандай жарық көп бермесең, жаңағы ала алмайды. Сондықтан не істедік? Оны Тұраш Ибраев деген атақты режиссер жаңағы. Сол анау Жазушылар одағының несіне алып бардық, курортына. Соның алдына кресло қойып, стол қойып, кітапты бір Слихан отырғыздық. Кәрі 90-ға келіп қалған ғой, мыржым кәдімгі мынандай. Сосын кітапты алып келдік. Кітапты алды, сипады. Сосын көкірегіне басты. Маңдайына болды. Арманым жоқ. Мағжан қазағымен қауышты. Осы кадр түсіріп алдық. Содан кейін 90 жылы бар маған киноны берді ғой, рұқсат берді. Сосын мен бірақ Адил деп айттым Злиха апайға. Сіздің қай жеріңізге ғашық болды Мағжан дедім де. Енді Мағжан бізге жас кезіндегі суретімен ғой. Ол деген кәдімгі. Сөйтіп айтты, Қалила дейді. Сен дейді Мағжанның көзімен қарасай, мен ол кезде мынандай болған дейді. Жақсы, уақытта бір жерге барып қалған екен. Көп рахмет. Жалпы желтоқсан жайлы көп YouTube-та да басқа жерде айтыла бермейтін естеліктер мен жақсы бір оқиғалар айтылды деп ойлаймын. Көп рахмет. Ары қаратай тағы да басқа тақырыптарда көрермендерге ұнап жатса, көрермендер сұрап жатса, келесі бір подкасттарда осы өнер туралы жалғастырамыз деген ойдамыз. Асқар Тоқпанов туралы, сондай бір Салық Зиманов бар, Шерхан Мұртаза бар. Яғни мынау теңселген қоғамда есін жоғалтпай, Абдилдин бар. Осындай адамдар туралы подкаст жасап шақырыңыз. Әрине сөйтеміз. Біз өзіміздің каналымыздың келген қонақтарымызға беретін жақсы бір сый-сияпатымыз бар. Мынау жаңа бала деп аталатын үлкен компания бар. Қазақша ойыншықтар шығарып, ұлттық жанрдағы. Соның ішінде мына Балауен деген жақсы бір ойыншықтар бар, патефонмен. Осыны немерелеріңізге алып барсаңыз біздің студиядан сізге сыйлық. Рахмет. Құрметті көрермендер, каналымызға жазылып қойыңыздар, міндетті түрде пікір білдіріңіздер. Ары қаратай қандай тақырыптарда біздің подкаст жасап, кімді қонаққа шақырсақ, оны да жаза кетіңіздер. Аман, сау болыңыздар.